Оны билік ұнатпады, бірақ халық сүйді. Бұл жай ғана ақын емес, шындықты айтудан қорықпаған адам туралы әңгіме. Мұхтар Шаханов қазақ поэзиясында ерекше орны бар тұлға. Ол жай ғана өлең жазған жоқ, ол халықтың ішіндегі айтылмай жүрген ойды айтты. Бала кезінен әдебиетке жақын болған Мұхтар Шаханов өсе келе қарапайым ақын емес, халықтың сөзін сөйлейтін тұлғаға айналды. Оның өлеңдерінде махаббат та болды, қайғы да болды, бірақ ең бастысы шындық болды. Көп адам үндемей қалған кезде ол өз ойын ашық айтудан қорықпады. Әсіресе желтоқсан оқиғасы кезінде ол жастардың тағдырына бейжай қарамады. Сол уақыттарда шындықты айту өте қиын еді. Көп адам қорықты, көп адам үндемеді. Бірақ Мұхтар Шаханов халық жағында болды. Оның шығармалары неге адамдарға қатты әсер етті? Себебі ол өлеңді жай ұйқас үшін жазған жоқ. Ол адамдық туралы, ар туралы, ұлт туралы, ана тілі туралы, рух туралы жазды. Сондықтан оның әр сөзі адамның жүрегіне жетеді. Бір ғана компьютер басты жарты адамдар деген тіркесі бүкіл халыққа тарады. Бұл сөзбен ол технология дамыған сайын адамдардың рухани әлсіреп бара жатқанын жеткізгісі келді. Қазірде бұл сөз өте өзекті. Себебі бүгінде адамдардың көбі телефонға жақын, ал бір-біріне алыстап кеткендей. Мұхтар Шаханов ешқашан бәріне ұнауға тырыспады. Ол өз ойын ашық айтты. Сол үшін де біреулер оны қатты қолдады, ал біреулер ұнатпады. Бірақ ол өзгермеді. Оның өлеңдерін оқығанда жай сөз емес, адамның жан айқайын сезесің. Себебі ол жүрекпен жазды. Тіл жоғалса, ұлт та жоғалады деп санады. Сондықтан ол ана тілінің тағдырына бейжай қарамады. Мұхтар Шахановтың ерекшелігі ол поэзияны жай өнер ретінде көрмеді. Ол өлең арқылы адамдарды оятқысы келді, ойландырғысы келді, өзгерткісі келді. Сол себепті оның сөздері бүгінге дейін ұмытылған жоқ. Көп адамның өлеңі уақыт өте жоғалады, ал шынайы сөз ғана қалады. Мұхтар Шахановтың шығармаларының әлі күнге дейін оқылуының себебі де осы. Бүгінде оның сөздерін жастар да оқиды, үлкендер де тыңдайды. Себебі уақыт өзгерсе де, адамдық туралы шындық өзгермейді. Мұхтар Шаханов жай ақын емес, ол халықтың жан дауысын жеткізген тұлға. Шындықты айтудан қорықпаған адам. Сол үшін де оның аты қазақ тарихында мәңгі қалады.